Ассалаумағалейкум, қасқыр мінез қазағым. Өздеріңіз білесіздер, біз Аманат драйвқа қатысты сот процестеріне қатысып жүрміз. Осыған байланысты бүгін біз қонаққа осы Аманат драйв кооперативінің салымшысы, адал салымшысы деп айтуға болады, Берік Нұрқысанов мырза келіп отыр. Берік мырза, ассалаумағалейкум, көргенімізге сізді қуаныштымыз. Жалпы енді ассалаумағалейкум, қош көрдік. Әңгімені сағыздай созбай сұрақтарға көше берсек, жалпы Аманат драйв жайлы айтып берсеңіз, бұл кооперативтің мақсаты және міндеті қандай? Бұл енді Аманат драйв кооперативі кәдімгі кооператив сияқты, мынау заңды тіркелген, басшысы Көңілбай Шөкен мырза. Бұл негізгі мақсаты халыққа тиімді, пайсыз үй, көлік алып беру. Ол жаңағы кооперативтің заңы бойынша адамдар, салымшылар салған ақшаға кезекке тұрып алады үйлерді. Ондағы негізгі несі Аманат драйвқа жаңағы салымшы болып тіркелген кезде алғашқы жарналық 5% ақша бар. Жаңағы алатын үйдің суммасына байланысты салатын ақшаға соның 5%-ын төлейді. Ол жаңағы кооперативтің жұмыстары, рекламасы, бензині, қандай мақсаттарға жұмсалады. Жалақылары адамдардың дегендей. Оның кейін жаңағы алатын үйдің 30%-ын салады. 30% толық салғаннан кейін белгілі бір межеде, кейбір кезде жарты жыл, кейбір жерде 1 жыл, әр кезге ыңғайына қарай түскен ақшасына байланысты кезекпен үйлерін алады. Бірақ ол жерде мынандай мәселелер де бар, жаңағы 30%-ын жинайтын мәселелер бар. Кейбіреулер бірден салады, кейбіреу салмайды. Сол кезде жаңағы 30%-ды шақтап ай салып біткен кезде 30% толғаннан кейін кезек ары қарай жылжи береді. Кейбір адамдардың түсінбей қалған жағдайы, жаңағы 30%-ы жиналып бітпестен жатып, мен бәленбайыншы жылы кезекке тұр едім ғой, мынаншашы жылы аласың деп еді ғой деп жаңағы асығыстықтан, ананы түсінбегендіктен содан жаңағындай наразылық тұрған кездер болған. Содан кейін бұның бір тиімді нәрсесі пайызы, жаңағы сіздің салған 5%-ыңыз ғана кетеді, содан кейін мүшелік жарна бар, ай сайын төлейтін. Сонда мен өзім осы Аманат драйвтан үй алдым 2023 жылы. 10 миллион теңге маған Аманат драйв ақша берді. Сол ақшаға мен 10 жылға 87 мың теңге ай сайын төлейтін болдым. Алдындағы салған өзімнің жаңағы 30%-ым бар. Ол 30% деген қандай? 30% жаңағы 15 миллионның үйіне мен заказ бердім. Сол кезде 15 миллионға 4,5 миллион теңге салдым 30%-ын. Сонан кейін жаңағы кезекпен келген кезде 10 миллион теңге ақша маған берді да 15 миллион қолыма берді. Сол сатушымен келісім жасадым да жаңағы үйді алдым. Сонда 10 миллионды маған 10 жылға 87 мың теңге айына төлеп тұратын болып келісім шарт жасалынды. Сонда мен ешқандай пайызым жоқ. Және де документті менің атыма оформить етіп берді. Кәдімгідей документ өзім қолымда бәртілік екен, тек қана кооперативте обремененде тұрды. Қазіргі таңда сол үйде тұрып жатырсыз? Иә, қазіргі таңда сол үйде тұрып жатырмын. Мен 2024 жылға дейін жаңағы ай сайын жарнамды төлеп жатыр едім. Бір кезде счет жабылды дедік, кейіннен естідік, осылай Көңілбай Шөкенді жаңағы үй қамақта деп естідік. Бір кезде қамақ қойды дейді. Сөйтсек жаңағы кейбір кісілер арыз жазып, жаңағы уақытында оған келеміз. Содан кейін Аманат драйвтың жалпы жүйесі қандай? Системасы. Мысалға мен қарапайым адаммын. Мен Аманат драйвқа кіру үшін не істеу керекпін? Қанша сома ақшамен кірем, содан қандай пайда көремін? Ол пайданы қайда жұмсаймын? Ай сайын белгілі бір көлемде ақша алып тұрам ба? Жоқ, бұл жерде ондай нәрсе жоқ. Бұл жерде 5% жарна, мүшелік жарнаңызды қоясыз да, жаңағы 30% ақшаңызды төлейсіз, содан кейін кезегіңіз келеді. Кезегіңіз келген кезде сізге үйіңізді қарайсыз да, сол сіздің берген заказдағы суммадағы үйді тауып алғаннан кейін Аманат драйв жаңағы сізге ақшалай береді. Сол ақшаға сіз үйді сатып аласыз, болды. Бұның бәрі жаңағы кезекпен жылжыған кезде келіп отырады өзінің уақытымен. Үстінен бір пайда көретін нәрсе жоқ. Ол енді жаңағы салымшылардың салғанына байланысты, жаңағы реклама жасайды, жаңағы соның бәріне жиналғанына байланысты болады. Және де үйлерін алып алған адамдар бәрі ақшасын төлейді ғой графикпен. Ол ақша түсіп отырады. Сол себепті жаңағы жылжып отырады. Ешқандай бұның несі жоқ. Бірақ адамдардың бір түсінбей қалғаны несі, жаңағы жарты жылда алам, 1 жылда алам дейді. Енді ол әрқандай бір жағдайлар болып қалуы мүмкін. Пандемия болып қалуы мүмкін, или қандай бір жағдайда болса мүмкін жылжуы мүмкін. Бәлкім салымшылар тезірек салатын болса, тезірек жылжуы мүмкін жаңағы мүлік. Бірақ енді бұл жерде бір қателіктер, жаңағы кейбір алған жауапкершілігі жоқ, үй алған, көлік алған кісілердің уақытында ақшаны құймағандығының кесірінен жаңағы ана жерге ақша жөніп түспейді ғой кооперативке. Сол түспегеннен кейін жаңағы ақша түспеген себепті де кезек кішкене артқа қарай жылжыған кездер болған. Енді оған шыдамсыздық танытқан кісілер, кейбір түсінбеген кісілер жаңағы арыз жазып, жаңағы шу шығарып, содан кейін
осындай мәселелер болған. Аманат драйвтың негізін қалаушы қазіргі таңда Көңілбай Шүкенов мырзаға іс қозғалды. Не себеп іс қозғалды? Бұған іс қозғалғанда жаңағы бір арыздар түскен болу керек. Біздің кезегіміз келген жоқ, уақытылы біз алмай жатырмыз үйімізді деп. Онда да ол жаңағы салымшылардың түсінбегенінен деп ойлаймын. Өйткені жаңағы 30%-ді толтырмайынша кезек ары қарай жылжымайды. Өйткені 30% толғаннан кейін барып жылжиды. Оны 3 жыл жинақтау өзінің тәртібі бар. Бәлкім сол кезде дұрыс түсінбей қалған болар. Кейбір менеджерлердің жаңа айтқан кезде нақты түсіндіре алмадым екен. Болмаса ана кісілер түсіне алмай қалдым екен. Кейбір кісілер жарты жылда аламын ғой, 1 жылда аламын ғой деп банкіден тез кредит ала салып құйып жіберіп, жаңағы уақыты жетпей кішкене созылғаннан кейін ана ақшаны төлей алмай қалып, сондай бір қиналған кездерде енді уақытында бере алмадыңдар, сөздерінде тұрмадың деген сияқты бір мәселелер қозғалған болу керек. Сол себепті жаңағыдай шу шыққан болу керек. Ал жаңағы бірден бір себептің бәрі албаған кісілердің уақытында ақшаны құймағандық себептерінің, көліктердің ақшасын құймағандық себептерінің де кесір бар деп ойлаймын. Яғни Көңілбай мырзаға арыз жазғандар асығыстық жасады дейсіз ғой? Иә, асығыстық жасаған. Негізінде бұл жерде де жаңағы қандай да бір іс қозғалушының жаңағыдай бір арыз бір нәрсе түскен кезде сол жердің өзінің басшылығы бар, кооперативтің өздерінің жаңағы несі бар, жаңағы уставы бар. Соған байланысты іс қозғалар кезде осыны барып тексеріп, анықтап барып, жаңағы Көңілбайдың өзі басшы болғаннан кейін өзі сол на место дейді ғой, жаңағы дәл орында шешкенде өте дұрыс болатын еді деп ойлаймын. Енді осы Көңілбай мырзаға арыз жазғандар өздерінің ақшасын қайтадан қайтарып ала ма? Әрине қайтарып алады. Егер де мына Көңілбай мырза босап шығатын болса, мына жүйені қайтадан қай жерде қателік кетті, не болды? Жаңағы қанша дегенмен мына жиналып отырған адамдар басында ақша салып отыр, кейін счет жабылып қалды ғой. Төленбей қалды. Төленбей қалғаннан кейін енді ақша берілмейді, кезек тоқтады бәрі. Енді жинап отырған адамдар досрочно погашение дейді, жаңағы ертерек құйып тастағысы келіп отырған адамдар бар. Неше уақыттан бері төленбеген адамдардың ақшасы жинап отырған ақшалар бар. Солар ақшалардың бәрін құятын болса, жаңағы кісілердің ақшасы қайтады ғой. Бұл ақша шыққа кеткен жоқ. Бүкіл ақша мына үй мен көлікпен тұр негізінде. Яғни ақша қайту үшін ақша салу керек па? Ақша қайту үшін Көңілбай шығу керек. Көңілбай шығу керек та, мына жерден счеттар қайтадан ашылу керек. Сосын жаңағы мына үй алған мысалға адамдар ақшаларын салса, көлік алған адамдар ақшаларын салатын болса, жаңа ақшасын салған адамдар алады ғой. Бітті. Басқа ешқандай проблема жоқ бұл жерде. Тек қана бұл кісі шығу керек те, қай жерден қате кетті, не болды, бәрін тексеріп, жаңағы счет ашылып, адамдардың ақшасын қайтаруға мүмкіншілік өте бар. Түсінікті. Яғни Көңілбай мырзаға жазылған арыздар қайтарылып алсын дейсіз ғой? Енді арызды түсінбей жазып отыр ғой. Біз алып қойды, кетіп қалды, қайда кетті дейді. Өйткені ол кісілер түсінбеген. Мынау кооперативтің өзінің уставы бар. Бұл қайдан келеді, не қылған ақша? Бұл деген кәдімгідей өкіметте тіркелген. Бүкіл әлемде жүріп жатқан кооператив қой негізінде істеп. Оңай жолмен жаңағы тиімді, пайызсыз. Бұл кісілер енді асығыс жасап арыз жазып берген ғой. Түсінбегендіктен. Қаншадан арыз жазған? Енді бұл жерде бір шама адам дейді, енді мына сот болып жатыр ғой, қарап отырмыз ғой, енді жалпы. Енді алған адамдар өзі, үй көлік алған адамдардың өзі 1000-ға жуық, арыз алмайған адамдардың өзі 2000-ға жуық. Соның ішінде бір 200-300 ба жаздау деймін арыз. Сондай бол. Бірақ қайтып алып жатқандар бар. Бұл арыз жазғанда да былай, негізі мен өзім себебімді айтатын болсам, мен өзім үй алу үшін жаңағы ақшамды салғаннан кейін менің жұбайым балалардың атына, өздерінің атына тағы да қосымша ақшалар салды осы кооперативке. Тағы да үй аламыз ғой деп. Енді сол ақшалар енді қайту үшін мен енді бәлкім мен сол кезде сол ақшаға алыссам да болады еді. Бірақ біз бірнеше үй машина алғымыз келді ғой. Сол себепті сөйтіп салғанбыз. Сіз тек қана үй алдыңыз ба? Мен үйде алдым, ақша да салдық. Көлік алмадыңыз ба? Жоқ. Көлік алғандар бар ғой? Көлік алғандар бар, иә. Көлік алғандар бар, көліктерін алып төлемей кетіп жүргендер де бар екен. Үлкен техника алғандар да бар екен, уақытында төлемеген деген жауапкершіліксіз. Қаншадан көлік алды? Көлікті 400-дей адам ғой деймін. 400-дей адам, үй алғандар 500-дей ме, 600-дей ме сонда. Жалпы саны 1000-ға дейін 900 бір нәрсе болу керек. Ал ақша қайтарып алайын деп жатқан кісілердің шамасы 2000-ға жоқ екен. Әркім әрқалай салды ғой сума. 500 мың, 1 миллион деген сияқты салған ақшалар ғой енді. А жалпы мына адамдардың құятын ақшасымен құятын болса, бүкіл ақшаның бәрі орнына қайтады ғой. Жалпы Аманат драйвтың обороты қандай? Да, оборотын жалпы білмейді екенмін шын айтқанда. Оборотын білмейсіз ба? Иә. Қазіргі таңда енді Көңілбай мырза ұсталғаннан кейін конфискация жасаған ақшалар бар ғой? Қайда кетті олар?
Енді ол ақшалардың бәрі бүкіл документация құзырлы органдардың қолында болу керек. Бүкіл документация, бүкіл ақшаның бәрі сол жерде болу керек деп ойлаймын, мен өзім пайымдаймын. Бұл ақша, біраз ақша болу керек деп ойлаймын. Өйткені енді қайда кетеді енді? Бүкіл документтер, бүкіл ақшалар енді мына ақталып шығатын болса, бұл кісі соның бәрін орнына қояды ғой. Енді бұл кісі ары қарай жалғастырмаймын, жаңағы алған ақшаларды қайтару үшін. Мына шот ашылатын болса, қаншама адам дайын отыр ғой қазір. Ақшаларын құяйын деп. Иә, мен өзім сол жерде келіншегім балалар шағымен салдық. Мен сол ақшамды жаңағы орнына қоятын болса, қайыр жаңағы орнына. Біз 1 миллиондай ма сондай біздің берешегіміз бар, сонымен менің үйім өз ақшасы шыға келеді, былай қарағанда. Сол сияқты қаншама адамдар бар жаңағы құятын. Жинап отыр мысалға 2 жылдан. Кейбіреулер алдын ала құйып тастаймыз деп отырған кісілер де бар үйлер. Өйткені ол кісілердің үйлері арестте тұр. Машинелері арестте тұр. Жалпы добросовестный жаңағы уақытымен төлеп жүрген кісілер бар ғой. Аманат Траевтың ашылу тарихын айтып бересіз бе, білесіз бе? Енді Аманат Траевтың ашылу дегенде бұл көңілбай шүкен, бұл баяғыда Аманат Хоум деген болған. Біз енді телевизорден, телефоннан қараймыз ғой осындай рекламалардың бәрін. Енді негізгі үй, көлік бұл халыққа өте қажет мәселе ғой шын мәнінде. Соны қараған кезде осы кооперативті тексеріп, бұл кім екен, не үшін, қандай мәселе деген кезде мен осы көңілбай шүкенді қарадым есептерден. Енді бұл жігіт өзі 1980 жылғы екен, сондай жігіт. Өте еңбекқор болып өскен, анасы сварщик болып жұмыс істеген, мынау Жезқазған облысының өңірінде әкесіз жаңағы, әкелері ерте қайтып кеткен, артында інілері бар. Ерте еңбекке айналысқан жігіт қой негізі. Металл өткізіп, сондай қайтсем де деп анасының бір шетіне шығып, ана бауырларына көмектесіп, жәрдем жасап жаңағы. Мен ана неден тыңдаған бәрін. Сол кезде бір мектепте жазған бір шығармасы бар екен. Кейіннен осы халыққа көмектесіп осындай жақсы бір игі істермен айналысып жатқан кезде бір мұғалімі есіне түсіп кетіп ана баланың шығармасын тауып алады. Сөйтсе 6-шы сыныпта оқығанда жазған екен. Мен болашақта үлкен азамат болсам, сол кезде мен халқыма көмектесем, үй мәселесі, жұмыс мәселесі осының бәрімен айналысам деген екен. Ол кісінің бір жазуы бар, сол кездегі мектепке баратында аяқ киім киейін десең, бір киімнің де тапшылық кезі дейді, сол кезде анау 90-шы жылдарға, сол кездегі бір конькидің темірін алып тастап, соны киіп барған кездерінде болған деп айтады да бір жерлерінде. Ол кісі өте мықты. Мынау Қарағанды облысында бір үйлер өртеніп кеткенде осы көңілбайлар барып командасымен жаңағы үйлерін салып беріп, мына Астананың жанында 50 шақырым жерде Семеновка деген ауыл бар, Қарамеңді деп кейін өзгертілді. Сол ауылды су басып кеткенде осы кісілер барып көмектескен. Иә, есімде Астананың жанында Аршалы деген ауылға бізде арнайы барып қайтқан болатынбыз. Көңілбай мырза ол жақта 5 көп балалы отбасына, өнерлі отбасыларына үй салып берген екен. Сюжетке назар аударайық. Жақсының жақсылығын айт, нұры тассын дейді. Біз арнайы сонау Алматыдан ат шаршатып Астананың маңында орналасқан Аршалы деген ауылдамыз. Көңілбай Шүкенов мырзаны білесіздер. Міне, менің артымда тұрған 5 үй, мына жақта 2 үй бар. Көп балалы отбасына, дарынды отбасыларға Көңілбай мырза арнайы сыйлаған екен. Мен мұны естіп жүрдім Алматыда, бірақ соны тексерейінші деп, осы кісілермен сұхбаттасайыншы деп арнайы келіп тұрмыз. Олай болса, кеттік. Қанша бала шағыңыз бар? Менің 6 балам бар. Сүйіп жатырсыздар ма? Шүкір сүйіп жатыр, Аллаға шүкір. Міне мынау қыздардың комнатасы, ұлдардың комнатасы, анау өзіміздің комнатасы бар. Жақсы болған екен. 2 қызым қазір университет колледжінде оқиды. Жөндеу жұмыстарын бәрін, ремонттың бәрін өзі Ремонттың жасап берген. Құр дайын үйге келдіңіз де кіре салдыңыз. Міне бүкіл мына төсенішіне дейін, кроватына дейін, ыдыс аяғына дейін, міне холодильнигі, бүкіл телевизор, бүкіл. Мен чемоданмен келдім, киіммен келдім де кірдім. Халыққа осындай үйіп төгіп өзінің семьясына, бала шағасына жасамаған жақсылықты халқына жасап отқан баланың теміртордың ар жағында отқаны менің шанымды қинап жатыр. Мына 120 квадрат метр үй берді. Біз ол кісіні вообще танымайтын едік негізі. Вообще танымаған едік та. Мына жолдасым неге Инстаграмға не салған кезде, жаңағы мына Қазақстан бойынша үйлі береміз деді. Көп балалы отбасы, жаңағы үлгілі отбасы, сондай нені арасына жаңағы Қазақстан бойынша іріктеу жасады, таңдап отқан кезде, содан жаңағы жолдасым 2-3 сөз ауыз жазып жүрген ғой. Мәне біздің жаңағы жолдасым мұғалім, мен жаңағы бала шағамыз бар, бәрі сабақтар жақсы оқиды дегеннен кейін, содан жаңағы таңдау бізге Көңілбай мырзаға бізді таңдап, содан осында көшіп келдік. Ол кісі әлі де осы несін жүргізу керек. Халыққа ол кісі жамандық жасап жатқан жоқ. Мен өз басым ол кісінің халыққа жамандық жасағанын көрген жоқпын, шынымды айтайын. Ешқандай адамға даже бүйтіп қатты грубо сөйлегенін де көрмеппін да.
осы мәселеде анау бақытты отбасы деп ол кісінің бір несін тыңдағам. Мынандай қаншалықты қиыншылық болса да қиналмай, отбасымен ажыраспай, жаңағы өздерінің еңбектеніп көп балалы аналарды қарастырып іздеп жүріп, соларға сол үй салып берген. Аршалы Алматыдан, Астанадан бір 70-80 шақырым жерде ауданның орталығы, сол жерде кәдімгідей 5 коттедж салып берді. Ол салып бергенмен қоймай, бұл кісілерге бизнес жағына да көмектесіп, жаңағы бүкіл мүліктеріне дейін көмектесіп, сондай жақсылай жасаған. Бұл кісі анау президенттің қолынан жаңағы еңбек сіңген адам деген бір медаль ма, сондай алған кездер де бар. Көргенмін. Сондай нәрселер бар. Жалпы сондай жақсы азамат қой, халқына, еліне қызмет етіп жүрген азамат. Берік мырза, міне камера сізге мүмкіндік берейін. Қазіргі таңда Көңілбай Шүкеновке арыз жазып, наразы болып отырған халыққа, қазақтарға айтарыңыз бар ма? Айтарым бар. Негізі бұл азамат халқым, елім үшін деп жүрген жігіт қой. Бұл жігіттің қолынан талай нәрсе келеді. Талай халқына қызмет жасайды. Оның арыз жазғаннан не ұтасыздар сіздер? Жазғанда ол кісі оның бәрін алып кеткен жоқ. Бір қандай да жасаған жоқ. Бәлкім бір кемшілігі анау жұмыста қадағалай алмаған шығар. Кемшілік кімде болса да болады ғой дегенмен де. Мүмкін қадағалай алмаған шығар. Егер де сіздер арыздарыңызды алып, не алатын болсаңыздар, ол кісі ертерек шығатын болса, бүкіл жұмысын ары қарай қарастырып, кімге қанша қарыз не болды, анау құятын адамдар бар, сөйтіп жаңағы бұл кісілердің ақшасын бәрін қайтарып береді деп ойлаймын. Тек қана Көңілбай шықса, ары қарай реттеледі деп ойлаймын. Өйткені бұл кісі өзі ашты, өзінің біледі жобасын бәрін, өзінің жауапкершілігі бар дегендей, сөйтіп реттейді деп ойлаймын. Негізі ол кісі шығу керек. Жақсы, бізге осылай келіп сұхбат бергеніңіз үшін Берік мырза, сізге алғысымыз шексіз. Және де құрметті көрермен, шынымен де Аманат драйвтың негізін қалаушы Көңілбай мырза кезінде халыққа Құран ұстап тұрып уәде берген деген қауесет естідім. Шынымен де адам адаммен ойнаса да Алланың түсірген қасиетті Құранмен ойнамайды деп сенемін. Және осыдан кейін мен де Көңілбай мырзаның адалдығына сенемін. Және де сіздерді де сенуге шақырамын. Көңілбай мырзаға бостандық. Кездескенше күн жақсы.